Армысыздар. Сіздермен бірге Райымбек, және де бүгін біздер массовый БД-ға аудиторияны, яғни подписчиктерімізді қалай қосу керектігін үйренетін боламыз. Барлық подписчикті автоматты түрде БД-ға қосу. Жалпы БД-ға қосудың маңыздылығын айтып кеткен дұрыс шығар. Ол біріншіден стористің охватының саны өседі. Стористің охват өседі. Охват өскеннен кейін сәйкесінше сіздің сататын өніміңіздің продажасы да артады и сіздің табысыңыз да артады. Яғни осындай бір циклды орындайды. Бұл менің инстаграмым. Менің инстаграмым жазылып қойсаңыздар болады. Так. Және де келесі мына жерде WhatsApp номері, яғни қандай да бір сұрақпен, мүмкін ұсыныспен шықсаңыздар болады. Бізде 3 этаптан тұрады. Бұл біріншіден аккаунттағы подписчиктердің ID-лерін бір файлға жинау, екіншіден прокси сатып алу керек болады, одан кейін үшіншіден программаға подписчиктерді жүктеп, проксиді қосып, одан кейін нейроботты іске қосу. Ең біріншіден аккаунттағы подписчиктердің ID-лерін бір файлға жинауымыз керек болады. Ол үшін біз мына сайтты немесе, то есть екеуіне қазір разбирать етеміз. Так, кеттік. Так, міне. Бізде give me data деген, яғни осы сервис арқылы бізде біріншіден Instagram, яғни біздің жаңағы ботқа тіркейін деп жатқан Instagramымызда подписчиктердің данныйларын жинаймыз. Ең алдымен бұл жерде жаңағыдай тегін бастауға болады, немесе жаңағыдай бір денелерін сатып алуға болады. Яғни біз қазір тегін бастаймыз. Так, мына жерге жазамыз. Атымызды, фамилиямызды, одан кейін мына жерге почтаны жазамыз. Одан кейін мына жерге пароль жазамыз. Және мына жерге пароль жазамыз. Мына жерге пароль қайтадан қайталаймыз. Одан кейін келесі, бұл сайт туралы қайдан білдің деген кезде френд деп басып саламыз. Одан кейін мына жерде база не жоқ, разница жоқ, қайсысын бассаңыздар да. Мынаны бассаңыз, соңғысын бассаңыздар болады. Одан кейін WhatsApp немесе Telegram неңді жазып кет дейді. Оны жазуға да болады. Так, сақтап қойсаңыздар да болады, немесе сақтап қойсаңыздар да болады, немесе сақтамасаңыздар да болады, пароль жаттап алсаңыздар. Так, бізге келді почтаға, мына жерде почтаға кіреміз, почтадан ссылканы басып подтвердить етеміз. Міне, complete, яғни бізде завершен, почтадан подтвердить еттік, логинді басамыз. Жоқ, жасақ болады, в принципе. Енді қараңыздар, бастапқыда бізге осындай 500 коин береді, яғни бұл 500 коин бізде 500 адамды жинауға болады. Яғни 500 адамды біз тегін жинай аламыз. Мына жерде коиндар сатып алуға болады. Сатып алған кезде біріншіден бізге міндетті түрде биллинг, мына жақта биллингте мына жерде сіздің сатып алған историялар тұрады. Мына жерде сеттингста, мына жерде PayPal Connect дегенді басамыз. Мына жерде почта, Connect, PayPal, болды, Connect. Так, одан кейін, мысалы, например, get coins дегенді басамыз да, мысалы, біздер 500 жетпейді ғой, мысалы, например, 80 мың деген, плюс 20 мың болса 100 мың, яғни 100 мың бұл $10 тұрады. Осыны go to checkout деп басамыз да, мына жерге купон болса жазамыз, болмаса мына жерде PayPal-ды басамыз. Бұл жерде бізге логинға кіру керек болады, яғни регистрация жасау керек болады. PayPal-да регистрация қатты бір қиын емес, просто мына жерде create an account деген басамыз да. Менде уже бір аккаунт, менде PayPal бар. Мына жерде просто email жазу керек болады. Одан кейін номеріңізді жазасыз міндетті түрде. Дәл осылай кішкене ыңғайсыз болып қалуы мүмкін. Мына жерде картада Visa бар, MasterCard бар, сол любой бір картаны жасай берсеңіз болады. Желательно негізінен мен өзім Халық банктың картасын қолданамын. Себебі Каспийдің кішкене защитасы шамалы. Одан кейін міне карта номерін барлығын жазғаннан кейін мына жерге атыңызды, мына жерге фамилияңызды, көшені, мына жерге плюс жаңағыдай Алматы деп барлығын жазып болады.
мына жерде Алматы деп шығасыз. И соңында мына жерде Алматының бұл несі коды индекс. И мына жерде пароль жазасыз, туған жылыңызды, national ID number, яғни бұл жерде уже нені удостоверениені жазу керек. Қазақстанда. Одан кейін соңында agree and pay дегеннен кейін сізге уже нелер түседі. Жаңағы сатып алғанда осылардың барлығы түседі. 100 000 бонус түседі. Қазір біз оны сатып алуымыз қажет жоқ. Бізге қазір 500 жаңағыдай коин. Бұл бізге тестілеуге ыңғайлы тест жасауға болады. Бірден, мысалы, қазір мен өзімдікін жасаймын. Бұл жерде просто Instagram несін логин жазамыз. Және экстракт басамыз. Followers'тен. Міндетті түрде followers. Мына жерде followers, яғни бұл подписчиктер. Мынау подписка. Мынау жерде жалпы ненің так, қазір кішкене түсінбей қалып тұрмын. Ағылшынша чуть шамалы болса осылай перевод жасап алсаңыздар болады. Хроммен кірсеңіздер вообще идеально болады негізінен. Но негізінен, короче, мына жерде любой бір нені жазған кезде басқа бір аккаунттардан нелерін данныйларын алу керек болады. Алуға болады. Хэштег арқылы. Так, бізге ең керегі осы. Ең керегі осы жерге біз өзіміздің немізді жазамыз. Логин жазамыз. Одан кейін мына жерге любой бір ат жаза салсақ та болады. Без разницы. Так, одан кейін мені қараңыз. 500 адам, бұл 500 коин. Submit and extract басамыз. Енді бізге уақыт керек болады. Осы 500 адам шығару үшін. Go to extractions. Міне, қазір процесс жүріп жатыр. Ол жүріп жатқан кезде мен екіншісін таныстырайын. Бұл бізде екіншісі міне. Сегменті таргет деген. Бұл сайт орысша, ыңғайлы. Бірақ бұл жерде жаңағыдай басында тоже тегін жасауға болады. Бұл жерде бесплатный доступ деп кіресіздер, но ол жерде 100 логинді алуға, бесплатно алуға береді, мүмкіндік береді. Так, одан кейін регистрация жасадым. Регистрация қатты қиын емес, мен бірден өзімнің аккаунтыма кіре берейін. Так. И бұл жерде не істейміз? Мына жақта не бар? Тариф бар. Тарифті басқан кезде жалпы сатып алған кезде Turbo Inst деген ең ыңғайлысы осы. 11.490 рубль, 5-ке көбейтесіз, 12.500, 60.000 теңге. Бірақ бұл жерде лимит қараңыздар міне. 2 миллион аккаунтты алуға болады. Бір уақытта, то есть бір уақытта 2 миллион аккаунт, то есть 2 миллион аккаунт не істеуге болады. Подписчикті 2 миллион подписчиктің данные жинауға болады. Одан кейін фильтрация жасайды, то есть сол аккаунттардың ішінен номер шығарып алуға болады. Бұл ең үлкен плюс осы сегментінің. Жаңағыдай сол база жиналды ғой, мысалы 2 миллион адам дедік, соның ішінен жаңағыдай 2 миллион ішінен номерлерін жинап алуға болады. Ол примерно білмеймін, әртүрлі саны әртүрлі болуы мүмкін, может 2000 болуы мүмкін, может 25 000 болуы мүмкін деген секілді. Типа 25 000 база жинауға болады. Одан кейін мына жақта мына расширенный инст деген бар, яғни 1 миллион аккаунт және де фильтрация, то есть 10 000 номерді алуға болады деген секілді нәрсе. Так, и мына жерде скорость увеличения там. Так. Опция персонал инст, турбо инст и расширенный не работает без активного тарифа инст или ультимейт деген нәрсе бар. Так, енді мысалы купитті басқан кезде бізде 3790 қазір 3790 в принципе осыны мына жерден или мына жерден баса берсеңіздер болады. Картаны тіркейсіз, сатып аласыздар. Бірақ рубльмен кішкене карталарды дұрыс кеме алу да әбден мүмкін. Желательно негізінен Алтын банк немесе Жусан банктың карталарын енгізген. Скорее всего, Алтын банк көбінесе келіңкіреді. Сол картадан енгізген дұрыс болады. Яғни кішкене бұл сегменті проблемалар бар картамен, яғни төлем жағынан. Себебі бұл рубль болғандықтан. Так, енді бізде профиліміз парсерге кіреміз. Және де бізде мына жақта Instagram деген бар, подписчик деген бар. И осы жерге біздер не жазамыз? Өзіміздің немізді жазамыз. Instagram. И одан кейін
мынау былайша айтқан кезде бұл источниктер. Бұл жерде тағы да басқа аккаунттар жазуға болады. То есть сіз бұл сегмент арқылы любой адамның несін жинай аласыз. И мына give me data то же самое. Мынау уже аяқталды. Так, яғни любой аккаунт, білмеймін, там бір известный блогерлердің, әншілердің, нелердің бәрін, любой адамның, любой жаңағы инстаграмдағы эксперттің несін алуға болады. И одан кейін мына жерде лимит болады. Мына жерде лимит мысалы 50 000 деп қоюға болады, немесе басқа деп қоюға болады, 100 деп қоюға болады деген секілді. 50 000 тұра берсін. Мына жерде краткое описание. Просто инстеп жаза саласыз, создать новый. И мына жерде уже инстеп басып добавить задачу дейміз. И мына көрдіңіздер ме, выполняется. Қазір жасалып жатыр. Так, одан кейін ал егер номерді қалай шығару керек десеңіздер, мына телефон, email дейсіздер де. Телефон и біздер жаңағыдай нені. Біздер қазір файл дайын болады, сол кезде осы файлды жүктеп, Instagram ID-лері тұрады сразу. То есть бір уақытта 10 000 адам жүктеуге болады. И содан кейін сол 10 000 адамнан там 2 000 номер алып шығуы мүмкін деген секілді. Мына жер задачадан біздің задачамыз қалай орындалып жатқанын көре аламыз. Так, осы қазір файлдар, в принципе, одан кейін мына жақта 100% деп шығады. Действие, то есть мына жерде использовать результат дегенде басасыздар да. Қазір мынаны басасыздар, Instagram ID логиндарын. ID мен логиндары негізінен бізге тек қана ID-дің өзі жеткілікті. Так, енді мен сізге қалай көрінеді, соны көрсетейін. Мына скачать дегенді басамыз. Бізде CSV форматта шығады. Осыны ашамыз. Жалпы қандай бір басқа парсерді де қолданып көрсеңіз болады негізінен. Парсерлердің түрі көп. Қазір еще мен бір тегін жолын тоже айтамын. Ол жақта примерно 50 000 аудиторияға дейін не істеуге болады. 50 000-ға дейін, 50 000 подписчиктің данныйын жинауға болады. Так, енді міне менде шықты. Енді бізге міне қараңыз. Мынау ID-лер, мынау бізге керек емес, бұл жаңа Instagram логиндары, мынау аты, имя пользователя, мына жерде мыналар private, verified бәрі керек емес. Бізге ең керегі осы. Осы керек болады. Қазір біздер оны қолданамыз. Так, енді келесі. Біздер не істеп алдық. Екінші келесі этап бізде мобильный прокси, яғни прокси сатып аламыз. Бұл Air Proxy деп аталады. Air Proxy және де бұл жерде так, мен аккаунтыма кіріп тұрмын уже. Жоқ. Кіріп тұрмын. Кіріп тұр екен. Так, қазір. Бұл жерде регистрация жасаған кезде қатты бір не емес, қиын емес, просто почтадан подтвердитесіздер, атыңызды, нелерді, данныйларды жазасыз, просто Алматы, одан кейін адрес, одан кейін индекс жазасыздар. Сөйтіп, не істеген жазған кезде, жалпы сайтта былай шығады. Сайтта шыққан кезде, міне 72 сағат, яғни 3 күнге 10 евроға пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл тегін емес әрине, бұл платный, бірақ самый несі, доверенный прокси. Проксилардың түрі көп, бесплатный проксилер де бар, бірақ бесплатный проксиді қолданып, ертең сіздің клиенттеріңіздің былайша аккаунттары ұшып кететін болса, баға кетіп қалатын болса, менен көрмеңіздер. Осы барынша ең былайша айтқан кезде ең сөзді ұмытып қалғансың ғой. Безопасный, сенімді түрін қарастырып жатырмыз. И одан кейін мынандай момент, егерде қазір көп қатты бір қолданып жатқан жоқ адамдар.
эксперттер деген секілді біздің нарыққа енді келіп жатқан инструмент болғандықтан қазір қолданып үлгеріп қалу керек. Кейін уже көп адам қолданып кеткен кезде инстаграмның алгоритмі алып бұның барлығын банға жіберуі мүмкін. Сол себепті дәл қазіргі уақытта жаңағыдай қауіпсіз болып тұрған кезде барып жаңағы сондайдан үлгеру керек. Так, прайс бұл 59 евро 30 күнге. То есть осы ссылкамен өтесіз, одан кейін сізге 10% жеңілдік береді. Негізі бұның бағасы 67 евро. Сатып аласыз, одан кейін уже проксиді қолданамыз. Мен сразу мені уже алып қойдым. Немесе мына жақтан нені сатып алсаңыз болады, жаңағы 3 күндік нені. 3 күнге 10 евроға просто осы сервистердің барлығын тексеріп етіп көруге. Кеттік. Мой аккаунт бұл жақта, так, бұл аккаунт туралы нелер. Егер де верифай ететін болсаңыздар, тоже кішкене пайдалырақ болады, себебі более сенімдірек деген секілді. Бірақ верификация жасау үшін сен өзіңнің нелерін жіберуің керексің. Короче, удостоверение немесе паспорт деген секілді. Мына жақта проксиді жаңағыдай сатып алған кезде қарапайым просто мен Халық банктың картын енгіздім, сатып алдым, ешқандай проблема болған жоқ. Халық банкқа жаңағы смс келеді, смс енгізесің, сөйтіп сатып ала қоясың. Негізі Халық банк ең дұрысы сол, негізі Каспийден гөрі сол Халық банкты қолданған дұрыс болады. Так, енді біздер мына прокси сатып алдық, и бұл прокси получай айтқан кезде міне бұл 3 күндік прокси. 3 күнге жетеді. Енді келесі этап бізде проксиді сатып алдық. Енді келесі бізге программаға подписчиктерді жүктеп, проксиді қосып, Nero ботты іске қосу. Так, ол үшін Fanzilla деген бұл ең басты сервис. Fanzilla деген сервис. Осы жерде біздер яғни неше түрлі нәрсені жасай аламыз. Бірақ бізге ең керектісі бұл аккаунттарды, подписчиктерді BD-ға қосу. Бұл жерде тегін қолдансаңыздар болады, бірақ кейін уже бір аптаға тегін береді, одан кейін ары қарай уже не істейді. Одан кейін ары қарай платный ақшасын төлеу керек болады обязательно. И одан кейін міне осы кодты, купонды енгізесіздер регистрация барысында, и одан кейін сіздерге 10% жеңілдік береді сатып алуға. Так, келесі кеттік. Енді біз try for free дегенді басамыз. Бұл жерде жаңағыдай қарапайым сол регистрацияны өтесіздер, немесе бірден sign up басып, без разницы қайсысын бассаңыздар да. Регистрация өтеміз, одан кейін соңында уже не істейміз. Мен қазір сразу кіре салайын, қазір көрсетемін. Регистрация өтеміз, почтадан подтвердитеміз, и все. Қатты бір қиындығы жоқ. Подтвердитесіз, сөйткен кезде сізде осындай бір не шығады. Так, давайте лучше перейдем. Try for free деп басайық, қазір шығып кетейін. Sign up. Try for free, яғни бесплатно қолдануға. Жерде тоже даналар сразу көрсете берейін. Негізі қатты бір қиындығы жоқ нәрсе. Ең бастысы барлығын и одан кейін мына жерде тайм зоны қойған кезде просто барлығын жаңа қадам-қадаммен жасасаңыздар ешқандай қиындық болмайды. Азия Алматы +5. Енді бастаймыз. Get started. Мына жерде орысша аудара салайын. Мына жерде сервистер туралы жазылған, жалпы. И одан кейін бізге не істеу керек? Бізге начните здесь деген баса саламыз. Басамыз, и бізге мына жақта почтаны подтвердить ету керек болады. Ол үшін қазір resend деген басасыздар. Все, почтаға кетті.
аккаунт мына жерде верификация жасаймыз. Go to account. Біз мына жауып тастасақ болады. Болды. Енді келесі бізге апгрейд жасау керек. Апгрейд аккаунт. Мына жақта қараңыздар, екі не бар. Fanzal плюс деген бар и не безлимит деген бар. Біреу $49, біреу $99. $49 50 Instagram аккаунт енгізуге болады. $100 былайша айтқан кезде безлимитке. И мынаның барлығы бар, жаңағы поддержка бар, басқасы бар деген секілді моменттер. Так. Енді бізге қазір бір аптаға тегін беріп тұр. Subscription expire. То есть бұл дегеніміз қараңыздар. Перевод жасай салып. Срок действия подписки. Яғни 14 октябрьге дейін. Енді мына жерде возобновить деген басқан кезде осы сайт шығады, Fanzal плюс деген. То есть осы екі пакет. В принципе, мына $49 пакетін алсаңыз жеткілікті. Яғни получается бізде расходтардан ең басты просто тест ретінде расходқа Fanzalға ешқандай нәрсе кетпейді. Одан кейін мына жақта мына прокси 3 күнге сатып алу үшін бізде €10 кетеді. Одан кейін мына жақта менеджер задач неге сегменттауға бізде обновить етіп жіберейік. Егер сегментін сатып алатын болсақ, сегменті өте қиын жұмыс жасайды да. Бізде гильме датын алатын болсақ, мысалы $10 біз 100,000 ала аламыз былайша айтқан кезде. $10 $5,000. Так. Кстати, мен еще нені ұмытып кеттім. Расширение. Google'да, расширение бар. Мынандай расширение. Инструмент экспорта деген нәрсе бар. И бұл Instagram экспортер. Экспорт Instagram дата. Просто не істейсіздер. Google'дың расширение деген басасыздар да, перейти в интернет-магазин Chrome деген кезде поисқа Instagram экспортер деп жазасыз. И мына жақта неше түрлісі бар, в принципе. Мысалы, мынаны бассаңыз болады, немесе басқасын бассаңыз болады. И бұл жерде өзінің условиялары бар, әркімдікі әртүрлі. Мен қолданатын осы. Енді қараңыздар, мынандай момент, мына жерде апгрейдті басасыздар. Ол апгрейд, мына жерде қараңыздар, export followers, unlimited, безлимитка бір айға $10. Ең ыңғайлысы негізінен $10 осы болады, себебі мына жерде каждый раз жаңа мысалы, например, 200,000 клиент келетін болса, 200 подписчики бар, например, и оған сатып алу керек, $100,000, $30 алып отыру керек деген секілді моментта. Мына жерде просто бесплатно ала беруге болады $10. Осыны айтып алып кетіп ма бетпеңіздер. Енді мына жерде не істейміз? Просто Instagram юзернейм Ryan Vlog, например. Мен бағана осымен жасаған болатынмын өзіме. И осы жерде followers міндетті түрде талмайсыз, яғни бұл подписчик деген сөз. И одан кейін start new person деп басасыз. И ары қарай кетті. Бұл жерде в принципе 5 секунд немесе 10 секунд қоя беруге болады, қатты бір. Бұл жерде негізі 5 секунд в принципе тұра берсе болады, қозғамай қойсаңыздар. Мына жақта history, мен уже өзімнің аккаунтымнан алып алдым. Апгрейд жасап алу керек міндетті түрде. Мына жақта, кстати, Google-мен сразу байланыстырып алу керек болады, себебі сол кезде сізге 50,000-ға дейін аккаунт бесплатно ала беруге болады. Апгрейд жасаған кезде мына жақта $10 төлейсіз, когда ол кезде вообще ограничение жоқ болады. Осы, мынау біткеннен кейін Save to CSV дегенді басасыз. И мына жақта осылай шығады, мына жерде CSV дегенді download деп басасыз, осылай шығады. Бұны ашқан кезде мына жерде общий ID 1272. Енді кеттік. Аккаунт. Біздер мына жақтан бізде қазір пока бесплатный подпискамыз бар. Сол себепті келесі Reactions Pro дегенге өтеміз. Reactions Pro дегенді өткеннен кейін бізде Add New дегенді басамыз. Бұл жерде біз өзіміздің Instagram мына жерде, яғни клиенттің Instagram или өзіміз, то есть қандай Instagram подписчиктерін BD-ға ауыстыру керек, солардың несін жазамыз, логин жазамыз, пароль жазамыз. И одан кейін жазғаннан кейін мына жақта платформа iOS деп тұру керек обязательно, мына жерде дефолт тұра береді. Верификация. Мына жерде ештеңе қозғамай қойасыз.
мынанда тоже ештеңе қозғамайсыз, мыналар біреуіне қозғамайсыз, тек қана проксида не істейміз, проксиді енгіземіз. Так, проксиді енгіземіз. Қалай енгіземіз проксиді? Біз мына жаққа өтеміз проксиді. Қараңыздар, бізде прокси IP порт, одан кейін мына жерде username, яғни проксидің аты, проксидің паролі. Мына парольні қолданудың қажеті жоқ бұны. Себебі сіз қолданатын болсаңыз, мен қолданып жатырмын, ол сіздің инстаграмыңыз, тіркелген инстаграмыңызды банға жіберуі мүмкін. Сол себепті өзіңіз сатып алғаныңыз дұрыс болады. Мен оны жасырудың енді ешқандай қажеттілігі жоқ болып тұр қазір. Так, енді мына жерде біз міндетті түрде қазір жоқ, бұл керек емес. Осының барлығын жасап болғаннан кейін, мына жерде проксиді енгізгеннен кейін add account дегенді басасыз. Басқаннан кейін сізде Instagram мысалға двухфакторный аутентификация немесе почтаға код келетіндей, или там номерге код келетіндей деген секілді моменттер болады. Соның барлығын подтвердить етеміз. Еткеннен кейін бар, бізде не болады? Мына жерде уже біздің аккаунтымыз шығып тұрады. Так, қазір мынау менде новый ашылған нәрсе, и бізде қазір өзімнің аккаунтыма кірейін. И ол қалай шығып тұрады? Reactions Pro және де аккаунтқа кіреміз, add new'ді басамыз, и одан кейін келесі міне осылай аккаунт шығып тұрады бізде. iOS, default, proxy, дұрыс, басқа ештеңе қозғамаймыз. Так, енді міне iOS дұрыс болады, бәрібірде Android бар, iOS бар. Енді келесі жаңағы проксиді қалай дұрыс енгізу керек болады, осы нәрсені ұмытып кеттім мен айтуға. Проксиді алдымен енгізбестен бұрын міндетті түрде ол проксиді біздерде дұрыстап жазып алу керек. Дұрыстап жазып алу керек. Яғни қалай ол? Бірінші мына текстті копировать етіп аламыз. Ставить етіп. Текстті копировать етіп. И одан кейін келесі username копировать етіп аламыз. Келесі парольді копировать етіп аламыз. Бұның барлығы сіз проксиді сатып алғаннан кейін шығатын нәрсе. Так. Енді қазір қалай толтыру керектігін мына жақта инструкциясы прям дайын тұр. Ой, бұндаймыз. Add new басамыз, Instagram аккаунт. Так. Міне, проксидің мына жерде несі тұр. Мынаны алып, сіз периодта жазамыз. Осы жақта қалай жасалу керектігі тұр. Ең бірінші, мына жердегі правиланы, в принципе, соны аударсаңыз жеткілікті. Копировать етеміз қазір. Перевести деген басамыз. То есть прокси должен соответствовать следующему шаблону. HTTP IP порт или HTTP имя пользователя, пароль IP порт. Енді бұны қалай жазамыз? Жаңағы документ, білмеймін, любой бір заметка, черновик бір нәрсеге жазу үшін бүйтіп істейміз. HTTP // одан кейін келесі не тұрады? Бізде келесі username тұрады. Яғни біз логин тұрады. Одан кейін тағы // одан кейін пароль тұрады. Одан кейін собачка қоясыз. Содан кейін мынаны копировать етіп собачкадан кейін мынаны қоямыз. И осы ссылканы апарып, осыны полностью копировать етіп алып, мына жерге қоямыз. Мына жақта көрсеңіздер, мына HTTP логин двоеточие пароль собачка и S3 proxy IO мына жерде двоеточие болады 20.804. Дәл осылай жасайсыздар. Add аккаунтты басқаннан кейін уже Instagramды тіркейсіздер. Мынандай момент, қазір мен көрсетейін. Instagramға уведомление келеді.
Инстаграмға так мына жақтан көріне ме екен, көрінбей ме екен? Мына жақтан көрінбейді екен. Инстаграмға, то есть Инстаграмға қандай уведомление келеді? Қазір мен сіздерге немен көрсетейін, қандай не келетінін. Қалай көрсетсем болады? Все, мен қазір скрин жасай салайын. Так. Басқа біреудің Инстаграм аккаунтына кіресіздер ғой, вот сол кездегідей просто не келеді. Устройство запрашивает доступ для входа деген болады. И одан кейін соны алып алдын ала дайындап қоймаппын. Все, кетті. Так. Ой. Қазір. Бір момент. И возвращаемся. Так, міне. Мына жерде мына устройство запрашивает доступ для входа. И одан кейін осы жерден это я деп басасыздар. Да деп. И все, болды уже сізде былайша айтқан кезде Инстаграм аккаунт уже қосылады. И қосылған кезде осылай шығып тұрады. Бұл жерде ештеңені тиіспейсіз, бәрі нормально тұрады осылай. Келесі Reactions Pro. Енді қалай именно БД-ға қосу керектігін істейміз. Сіздерде мына жерде inactive деп тұрады, яғни әлі неактивный болып тұрады. И одан кейін мына жерде галочка бүйтіп мына жерде қоясыздар да Hide Accelerators дегенді басасыздар. Қазір кетіңіздер. Қараңыздар, былай шықты, просто мына жерде басу керек екен. Вообще тупик қалды. Hide Accelerators деген басқан кезде мына осылай шығады. Но пока жауып тұрады, бірақ сіздерде мынаның бәрі жауып тұрады. Осылай тұрады сіздерде. Примерно осылай тұрады. И мына жерде бірінші нені ашамыз. Даже мынау бүйтіп жауып тұруы мүмкін. Таргетингті ашасыздар да, и бізде мына жерде нені басамыз. User IDs дегенді басамыз, Insert ID деген басамыз. Енді біз өзіміздің файлымыз барамыз да, мына жерден мына бәрі бүйтіп үстінен көшіріп алсаңыздар болады, или там Ctrl-A, Ctrl-C дейсіздер де, Ctrl-A деген кезде выделить етеді полностью бір колонканы. Қайтадан неге келеміз де, мына жақта Ctrl-V вставить етеміз, мына соңында кетіп жасайсыздар. И сразу жоғарысына барып, мына жердегі біріншісін кетіп ұстаймыз. Все. Одан кейін инсертті басамыз. Басқаннан кейін бізде уже сразу не шығады? Міне Custom IDs деп шығады. Бізде 1269, мен бағана бірінші рет жасаған кезінде 1269 подписчик. То есть сізде 30 мың болса 30 мың деп шығып тұрады. Мынау керек емес, мына жерде так, осы Close Friends міндетті түрде сіздер мына жерде галочка болмайды. Сол галочканы басасыз.
Одан кейін обязательно мына bulk add деген тұрады. Одан кейін 25 user мен 2 минутқа қойдым. Яғни бізде бұл 2 минуттың ішінде 25 адамды қосып отырады деген сөз. Одан кейін мына жерде to add users use the custom IDs list дегенді галочка қоясыз. Сосын automatically invite new followers деген қоямыз. Яғни автоматты түрде жаңадан подписчиктерді сразу BD-ға қосып отырады. Так, енді келесі қалған басқа біреуді керек емес қазір. Мына жерде міне enable reverse looping деген. Оны обязательно қосу керек болады. Себебі бұл былайша айтқан кезде Инстаграмның AI-мен, то есть жаңағы Инстаграм искусственный интеллектімен күресетін бұл жаңағыдай тоже не бот, нейробот, и сәйкесінше яғни бұл автоматты түрде өзінің 100% жылдамдығына жеткен кезде Инстаграмның алгоритміне палит етпес үшін оны жаңағыдай 10% сайын бүйтіп несін скоростын төмендетіп отырады. Сөйтіп төмен түсіп, содан кейін оны қайтадан 100%-ке көтереді. Солай әдейі жаңағыдай бұл адам ретінде жұмыс жасау үшін сөйтіп әрекет жасайды. Story actions ештеңе керек емес. Mass actions ештеңе қоспайсыз. Инстаграм аккаунт банға кетіп қалуы мүмкін. Бүйтіп ойнатудың қажеті жоқ. Басқа бір нәрселерді қосып қойып деген секілді нәрселерді. Ешқандай фильтр қоймаймыз. Activity тоже керек емес, қажеті жоқ. Activity time settings деген ботқа қай уақыттарда жұмыс істеп тұру керек деген нәрсе. Керек емес. Вообще қозғамаңыздар. Себебі бірдеңе қозғайтын болсаңыздар то же самое. И мына жерге custom delete, яғни свои настройки деген нәрсе ғой. Өзіңіз настройка жасаудың қажеті жоқ вообще. Ештеңені жасаудың қажеті жоқ. Бұлардың біреуіне керек емес. Так, бұлар да керек емес. То же самое. Вообще чат GPT ештеңе қосудың қажеті жоқ. Мына жақта все. Бұл басқа ештеңе керек емес. Статус inactive деп тұрады. Active дегенге ауыстырасыз да, save-ті баса қоясыз. И все. Так, все. Мен тоқтатып қойдым. Енді қараңыздар, мынандай момент. Сөйтіп біздерге қосылып тұрғаннан кейін не болады? Activity logқа кірген кезде сразу сіздің жаңағыдай бот мына жерде не жасап жатқаны, қалай істеп жатқаны, не істеп жатқаны соның барлығын көрсетіп тұрады. Жаңағыдай 25 адам қосты, 100 адамды қосты деген секілді. Статусты басатын болсаңыз, бұл жақта полный статистиканы шығарып тұрады. Мысалға мына жерде бүгінгі неге all actions 1383, close friends бұл кәдімгі 1383 дейді. То есть қосылған адамдардың жаңағы BD-ға қосылған адамдардың саны. Так, енді мен оның барлығын сіздерге Инстаграмның өзінен көрсетейін. Так, қазір ноутбуктың ішінен оны көріне ме, көрінбей ме, оны білмеймін. Бірақ егерде болып жатса, бар екен. Близкие друзья. Так, қараңыздар, 25 минут. Былайша айтқан кезде 25 көбейтеміз, мысалға 2 минутқа. Мысалға, например, условно там 10 мың подписчик делік. 10 мың подписчик бөлеміз. 25 көбейтілген 2. Яғни бұл 200 минут деген сөз. Яғни бізде, то есть неде, давайте лучше 1 минут есептейікші. Мысалы 1 минутына 25 деп. Минутына 25 болатын болса, 10 мың 10 мың подписчикті 400 минутта қосады. 400 минутымыз деген 400 минутымыз бұл 6 сағат. Яғни 10 мың адамды 6 сағатта қосады. Егер 24 сағат керек болатын болса, например, 1 сағатта, например, 60 минутта, 60 минут, 60 көбейтеміз 25-ке. И бұны көбейтеміз 24-ке. 1 сағаттың ішінде, то есть 1 күннің ішінде 36 мың адамды қосуға болады. Ешқандай банға түспес үшін, бәрі четко жұмыс жасап тұру үшін 36 мың адамды қосып отырған дұрыс болады. Менің кеңесім. Так, и все, болды. Почти бітті. Қалған инструменттерді қозғаудың қажеті жоқ. Және де енді қараңыздар, біз мына Fanzel
Бұл жақтан енді біз бір аккаунтты ғана тіркедік қой. Егер де біз жаңағыдай нені сатып алатын болсақ, 49 енді міндетті түрде сатып аламыз, жаңағы бір апта өткеннен кейін деген секілді немесе. Ал бесплатный периодта бір ғана аккаунт тіркеуге мүмкіндік береді. $49 біз 50 аккаунт қоса аламыз. Бірақ 50 аккаунттың сіздер каждыйына бөлек прокси сатып алуларыңыз керек болады міндетті түрде. Егер де сіздер бір проксиді 50 аккаунтқа қол қойып қоятын болсаңыз, короче, в общем, бардак болады, если честно. Так, мына 3 күндік не? Мысалы, мынау renew деген бұл бізде не істеу? Неге? Созу, короче, бір айға. В общем, бір айға бір проксиді алған кезде €59, то есть каждый бір, мысалы, клиентке сіз бір прокси міндетті түрде сатып аласыз, бірақ фанзелаға подписканы бір рет қана аласыз. Осы нәрсе. То есть сіз экономдап отырасыз. Сіз каждый раз $49 төлемейсіз. Бір рет аласыз да, мына жақтан просто проксиді каждый раз алып отырасыз, бөлек алып отырасыз. И все. Сөйтіп түрге болғаннан кейін, короче, пошло-поехало. И бәрі нормально болады. Енді так, біздер нені көріп жүрейік, стористі көріп жүрейік. Қаншадан көрді екен. Мен бүгін тест жасағам. Мен мына қараңыздар 22 сағат бұрын салдым мына стористі. Мына жерде 186 просмотр. Екіншісінде 168 просмотр. Үшіншісінде 98 просмотр. Так, бұда 79 просмотр 3 сағатта. Енді мендегі подписчиктер, почти өліп жатқан подписчиктер, и еще оның ішінде боттар да бар, басқасы да бар. Мен жүргізбейтін болғандықтан кішкене ол андай қатты бір өзгеріс көрсетіп жатқан жоқ та. Бірақ басқа жаңағыдай эксперттерде, которые 30 мың, 40 мың аудитория, одан да көп 200 мың көреді. Ол жақта 3-4 есе өсіп жатыр реально. Осы так, қосылды. Мына жақта барлығын, в принципе, даже тексерсеңіздер де болады. Мына мысалы, например, көріп шықсаңыздар болады. Менде подписчиктер бар ма, жоқ па деген нәрседе. Білмеймін, условно кім бар. Без разницы. Просто мендегі мына жерде көбісі жаңағыдай таргетолог, продюсер дейтіндер да мына жерде тұр ғой. Мысалы, Smagul KZ. Менде дайректте сообщение бар. Міне, Smagul дейді, Smagul KZ. Все. Бүкіл любой адам тексеру беруге болады. То есть жаңағыдай парсингте проблема жоқ, басқасына проблема жоқ, ешқайсына. В принципе, проблема жоқ. Міне, мына жақтан мынаны қолдансаңыздар болады. Кстати, Instagram экспортер деп қосып қояйын. Google Chrome расширение. Так. Google Chrome расширение. Енді қараңыздар. Жаңалықтар, қосымша ақпараттар, жаңадан инструменттер бойынша тағы да сабақтар қосамын. Одан кейін тағы да былайша келгенде жаңалықтарды қосып отырамын. Соның барлығын сіз осы Neurobot каналында көре аласыздар. Осы каналға тіркеліп алыңыздар міндетті түрде. Енді осы видеоның астында, қазір мына тексттің барлығы видеоның астында болады. Сол сілтемелердің барлығы сол жерден ала аласыздар. Жақсы, көріскенше күн жақсы. Табыстарыңыз миллион болсын.